Қалабек атай кеше кешкісін маған тағы бір өте қызық әңгіме айтып берді. Мен сол әңгіменің әсерінен түні бойы ұйықтай алмай шықтым. Бұл оқиға былай болған екен. Бір жылдары осы Қалекеңнің көршісі Пәзілбек деген кісі өмір сүріпті. Жарықтық жастау күнінде атақты көкпаршы болған дейді. Өзі қартая келе, бойдан әлі кете бастаған соң, аққасқа атын жүк тасуға жегіпті. Айтпақшы, сол аққасқа аты бір замандарда бәйгенің алдын бермеген жүйрік тұлпар болыпты. Ең әуелі бәйгеге қосып, одан аяғы мертіккен соң көкпарға салып, ең ақыр соңында міне ауыл үйдің жүгін тасуға жеккен жағдайы бар. Жылқының қадірін білетін кісілер Пәзілбектің бұл ісін аса құп көрмепті. Өзімен тұстас кісілер, «Әй, бұның не?» деп оған ескерту де жасапты. Бұл қасиетті тұлпар емес пе еді? Болса қайтеді екен, деп Пәзілбек тарс-тұрс жауап қатыпты. Басқа атым жоқ, ендеше осымен жүк тасымағанда қайтпекпін. Содан не керек, аққасқа байғұс амалсыз ауыр жүк түйелген арбаны сүйреп, таң атқаннан қара кешке дейін дамыл көрмейді. Көршілер Пәзілбектің бәрібір айтқанға көнбесін сезіп, енді сөз айтуды да қояды. Сорлы аққасқа азапты күндерді бастан өткеріп жатады. Бір күні, дейді осы жерге келгенде Қалабек атай қызына сөйлеп, көше бойлап келе жатыр едім. Алдымнан арба сүйреткен аққасқа шықты. Соңында Пәзілбек. Аққасқа ат әбден арыпты. Үсті басы қара терге малшынған. Өзі аяғын әсер басып, ауыр арбаны қинала сүйрейтіні көрініп-ақ тұр. Сорлы аққасқа ат мені көре сала, ең болмаса бір ауыз жылы сөз күтті екен, тоқтап қалды. Мен де кідірдім. Пәзілбек басын көтеріп, «Әй, сен неге тоқтадың?» деп қасқаны жон арқадан салып қалды. Менің жаным шығып кете жаздап, «Өй, Пәзеке, мұның не?» дедім. «Обал емес пе?» «Сенің шаруаң қанша?» деді ол маған көзін аларта қарап. «Жөніңмен кете бермейсің бе? Ат менікі, сенің қандай ақың бар, а?» «Енді аяушылық деген болмай ма? Кет жөніңе». Ол бар даусымен айқайлап жіберді де, енді бас салып аққасқаны дүренің астына алды. Сорлы ат сол сәтте артқы құйрығымен шөкелей кетті де, алдыңғы аяғын аспанға көтеріп алып, бар даусымен кісінеп жіберді. Көзінен сорғалап жас аққанын байқап, қорқып кеттім. Менің шын зәрем ұшты. Өмірімде жылқының жылағанын тұңғыш рет көрдім. Бетімді бастым да тұра қаштым. Үйге келген соң осы оқиға жайлы көрші шалға айтып бердім. Шал айтты. «Ой, әттеген-ай», деді. «Жылқы жыласа бір жаманшылық болады деуші еді. Дереу сытып отырғаның дұрыс болған». Мен түкке түсінбедім. Шал не айтқысы келді екен? Арада көп уақыт өткен жоқ, бір күні ауылды суыт хабар аралап жүре берді. Пәзілбек аяғы астынан о дүниелік болып кетіпті. Еш ауырмаған, кешке төсегіне жатқанда таңертең оянбаған. Сол кезде көрші шал айтты. «Әне, жылқының наласы деген осы», деді. «Ол жыласа, қай кісіге де өте ауыр соғады». Қалабек атай осы әңгімені айтып болды да, «Жылқыны жылату оңай емес», деді. «Ал енді жылайтын болса, онда жаманшылық болатыны рас-ақ. Оған талай рет көзім жетті», деп тақиясын шешіп, басын қайта-қайта сипалады. Менің көз алдымда алдыңғы екі аяғын аспанға көтеріп, жанұшыра кісінеген жылқы бейнесі тұрып алды.